Достар, бүгін мен сіздерге күнжет қосылған печенье дайындаймын. Бұны балдарыңыз сүйсініп өте жақсы көреді. Шаймен ішкен кезде де, қонақ келген кезде де дастархандарыңызға қойсаңыздар болады. Ең алдыменен құрғақ ыдысымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Және де оны шекермен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен бір штук жұмыртқаны салып, оны да араластырамыз. Сосын үстінен ұн салып, ұнға қобызытқышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сосын үстінен күнжетті саламыз. Күнжетті салып, оны да жақсылап араластырамыз. Кез келген ингредиентті салғаннан кейін міндетті түрде араластырып алуымыз қажет. Араластырған кезде бізде қамырымыз қою болу керек, қолға жабыспайтын қамыр жасауымыз керек. Барлық печеньямыз жақсы дәмді болсын десеңіздер, описанияға граммдарын жазып кетемін. Сол грамм бойынша жасасаңыздар, печеньеларыңыз өте күшті, керемет болып шығады. Қамырдың консистенциясы осындай болу керек, қатты болып кетуге болмайды. Жұмсақ, осындай қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Листімізге пергаментті қағазды салып, осылайша дөңгелетіп шығамыз. Қатты жұқа істеуге болмайды. Егер сіздерде қатты болғаны қытырлап тұрған қаласаңыздар, шамалы жұқалау істейсіздер. Мен олай жасаған жоқпын. Дөңгелетіп шықтым. Себебі бұл қазір пешке салған кезде өзі кішкене жаңағы жайылып, сондай болады. Сондықтан осындай дөңгелек істейсіздер. Салмағын тартам десеңіздер, әр печеньенің граммы 30 граммнан аспауы тиіс. Әйтпесе қатты үлкен болып кетеді. Осылайша үстін вилкамен ба кішкене басып шығасыздар. Пештеріңіз қатты қысып кетпеу керек. 165-170 градуста 10-15 минутқа қоясыздар. Демде қызарып піседі. Оңай әрі тез дайын болатын печенье өте күшті. Менде 18 штук шықты. Балдарым сүйсініп жақсы көрді. Егер де сіздің үйлеріңізде күнжет көптеу болса, күнжетті көптеу сала беріңіздер. Менде күнжет аз болғандықтан мен кішкене аздау салдым. Аз болсын, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Сіздермен болған Данагүл.